Жесірдің көз жасын арқалаған жан. 3 бөлім. Тар төсекте жаны қиналып, ауыр дерт азаптап жатқан күйеуінің басында аузына су тамызып отырған Гүлшаттың көздерінен аққан жас бетін жуып кеткен. Сөйлеуге шамасы жоқ күйеуі де оған жылама дегендей қолын қысып қояды. Қайдан жыламасын, жан жарының алқымынан алған ауру ақыры ажалына көрініп жатса, бұдан бірнеше күн алдын бәрі де жақсы еді. Бірақ 2 күннен бері тамағынан ас өтпейтін болып қалды. Тек қана аузына Гүлшаттың тамызған суы мен сүтін әрең жұтып жатыр. Тіпті үйде одан өзге талғажау ететін ештеңе де қалмаған. Кеше қайнағасы Сағидың үйіне ақша сұрап барған еді. Иә, есіктен кірген Гүлшат Сағи қайнағасының алдында жатқан бір бума ақшаны көріп іштей тым құрыса інісі үшін беретін шығар